Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Сіздермен Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің психология және дефектология кафедрасының оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі Бегежанова Райхан Кәрімжановна. Оқытылатын дәріс тақырыбы инклюзивті тәжірибе жағдайында білім алуда ерекше қажеттілігі бар оқушыларды тьюторлық қолдау, пән инклюзивті білім беру. Дәрісте 3 сұрақ қарастырылады. Біріншісі тьюторлық қолдау ұғымы, оның мақсаты, міндеттері, қағидалары. Екінші сұрақ тьюторлық қолдаудың негізгі бағыттары, формалары. Және үшінші сұрақ инклюзивті сыныптағы білім алуда ерекше қажеттілігі бар баланы тьюторлық қолдаудың ерекшеліктері. Тьютор дегеніміз ол жекешелендіру қағидаты бойынша әрекет ететін педагог. Тьютор білім алушылардың өзінің жеке оқыту бағдарламасын қалыптастыруды демейді. Тьютор қызметінің мақсаты білім алуда ерекше қажеттілігі бар білім алушыны оқыту үдерісіне табысты қосу. Тьюторлық қолдаудың негізгі міндеттері келесі жағдайларды жасауында. Біріншісі, білім алуда ерекше қажеттілігі бар білім алушыны құрбыластарының ұжымына кіріктіру. Екіншісі, оқыту ортасында білім алуда ерекше қажеттілігі бар оқушының табысты болуы. Келесі, білім алуда ерекше қажеттілігі бар баланың табысты әлеуметтенуі. Келесі, оқудан тыс кеңістіктегі, яғни отбасы қосымша білім беру жүйесінде оқушының толыққанды және сапалы өмірі. Аталып өткен міндеттер келесі құралдармен қол жетіледі. Өмірлік кеңістігін ұйымдастыру және бейімдеу, яғни жұмыс орны, демалыс орны немесе басқа да болатын орындар. Келесі, тьютор мен оқытушының дамуындағы ерекшеліктері бар балалардың жақын арада дамуының аумағында түсінуі, оның ішкі анықталмаған ресурстарын тірек ретінде қабылдау, жүктемені анықтау, оқу материалына, оқу құралдарына бейімделуі. Ерекше баланы әртүрлі оқыту бағдарламалар бойынша білім алатын барлық балалар тьюторлық қолдауды талап етеді. Яғни тьютордың функционалдық міндеттерін және оларды іске асыруға және жоспарлау үшін ұйымдастырушылық нормативтік, психологиялық, педагогикалық негіздемелерін түсінуі. Келесі, ерекше баланың тьюторлық қолдаудың түрлі формаларын, түрлі білім беру жағдайларында тьютор жұмысының жолдарын игеруі. Тьюторлық қолдаудың қағидалары. Инклюзивті білімнің әр нысанның тұлғаға құнды қатынасы. Білім алуда ерекше қажеттілігі бар білім алушының толыққандылығы мен қолдаудың жүйелігі. Үшіншісі, динамикалық, немесе басқаша айтқанда өзгерістерге дайын болу. Төртінші қағида ол мультипәнаралық қолдау. Және бесінші қағида ол қолдаушы қызығушылықтарының басымдылығы. Матасов пен Богданованың жұмыстарында тьюторлық қолдаудың келесі бағыттары ерекшеленеді. Диагностикалық бағалаушы, жобалаушы, кеңес берушілік, ақпараттық танымдық, жеке оқыту бағдарламасын іске асыру және түзету дамытушылық тапсырмаларды іске асыру. Тьюторлық қолдаудың негізгі формалары. Тьюторлық қолдаудың негізгі формалары келесідей түрлерден тұрады. Ол жеке кеңес беру, басқаша айтқанда әңгімелесу, топтық кеңес беру, тьюторлық оқу семинары және тренинг. Инклюзивті сыныптағы білім алуда ерекше қажеттілігі бар баланы оқытудың және қолдаудың ерекшеліктері. Бұндағы инклюзивті сыныптағы білім алуда ерекше қажеттілігі бар балаға тьютордың көмегі екі бағытта жүзеге асады. Ол баланың әлеуметтенуіне және баланың оқу қызметіне. Баланың әлеуметтенуінде ол сыныпта білім алуда ерекше қажеттілігі бар баланың қызығушылықтарын дамытуға мүмкіндік жасайды. Білім алуда ерекше қажеттілігі бар баланың қақтығыстық жағдайларда тұра алуына көмек көрсетеді. Білім алуда ерекше қажеттілігі бар баланың жекелігін дамытуға мүмкіндік жасайды. Және білім алуда ерекше қажеттілігі бар баланың ата-анасын оның табыстары мен қиыншылықтары туралы ақпараттандырады. Баланы оқу қызметіндегі тьютордың көмегі. Оқытушыға оқу бағдарламасына бейімделуге көмектеседі. Білім алуда ерекше қажеттілігі бар оқушының материалды тиімді меңгеруін жолдарын іздейді. Яғни карточкалардың, компьютерлердің, бағдарламалардың арнаулы дидактикалық құралдары мен кеңсе тауарларының жинақталуын жүзеге асырады. Тьюторлық қолдау тұжырымдамасының міндеттерін іске асыру бойынша кешенді шаралар жүргізіледі. Солардың бірнешеуіне көз жүгіртіп өтсек. Біріншісі, ол инклюзивті білімнің тьюторлық қолдаудың нормативті құқықтық қамтамасыз етілуі. Келесі, инклюзивті тәжірибені тьюторлық қолдаудың кадрлық қамтамасыз етуі. Келесі, инклюзивті тәжірибені тьюторлық қолдаудың бағдарламалық әдістемелік демелуі. Келесі, білім беру үрдісінің нысандарын тьюторлық қолдау. Келесі, материалдық техникалық қамту. Келесі, білім алуда ерекше қажеттілігі бар балаға
төзімді қатынасты қалыптастыру және соңғысы аталған тұжырымдаманы іске асыру кезінде күтілетін нәтижелерді болжау. Берілген парақшада тақырып бойынша өзіндік оқуда қолданылатын әдебиеттер тізімі көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.